Бүгін мен өзімді таныстырып өтетін болсам, Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі мемлекет мекемесінің, Ушинский атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пән мұғалімі Айтбаева Гүлжамал Андасбекқызы. Мен бүгінгі вебинар сабақта өтетін тақырыбым функционалдық сауаттылық сапалы білім беру кепілі. Мен сабақты бастамас бұрын Конфуцияның сөзімен бастағым келіп отыр. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең, есімде сақтаймын, өзіме жасатсам, үйренемін. Ал Лев Выгодский былай деп айтқан екен: адамдар жақсы білім алу үшін жауапты реакциямен мадақтау қажет. Сондықтан бағалау ізгі болу керек. Функционалдық сауаттылық сапалы білім берудің кепілі. Функционалдық сауаттылық негізі ұғымы алғаш рет 20 ғасырдың 60 жылдары ЮНЕСКО құжаттарында негізі қалан, бүгінгі таңда әлемдік білім беру аясында кеңінен қолдау тауып отыр. Функционалдық сауаттылық дегеніміз адамдардың жеке тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторы. Яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымының жасына, мамандығына қарамастан ілесіп отыруы. Тұлғаның ең басты функционалдық сапалары белсенділік, шығармашылық тұрғыда ойлауға, шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы. Бұл функционалдық дағдылардың мектеп қабырғасында, осы айтылып отқан функционалдық дағдылардың барлығы мектеп қабырғасында қалыптасады. Функционалдық сауаттылық бұл түсінікті төмендегідей құрамдастарға бөлуге болады. Бірінші, функционалды қандай да бір қызметтен шыққан әрекетке тәуелді. Ал сауаттылық оқи және жаза, санай білу, грамматикалық және стилистикалық қателерді болмауы, қажетті қандай да бір сала мәліметтерін игеру. Ал тапсырманы орындаңыздар және сұрақтарға жауап беріңіздер деген жағдайда мынандай сұрақтарға жауап бере отыру керек функционал сауаттылықта. Функционал сауаттылықтың қандай формалары бар? Екінші сұрақ: функционал сауаттылықтың кемшілігі қалай көрінеді? Үшінші: қандай құзыреттіліктер функционалды сауаттылықпен байланысты? Математикалық сауаттылық. Математикалық сауаттылық математиканың әлемдегі рөлін анықтау және түсіну. Әртүрлі формада берілген сандық ақпараттарды оқу, талдау, түсіндіріп беру, дұрыс негізделген математикалық пайымдаулар айту, есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін табу, орындау, өзін-өзі тексеру, өмірмен байланыстыру. Математикалық білімді өмірлік жағдаяттарда кездесетін түрлі мәселелерді шешуде еркін қолдану. Оқушылардың математикалық сауаттылығының қалыптасуы математикалық құзыреттіліктің даму деңгейлерімен, танымдық салалармен сипатталады. Білу, сипаттамалар білу, еске түсіру, қолдану, байланыстарды орнату, ойлау, пайымдау. Міне осы математикалық сауаттылықтарды математика сабағында ендіру үшін мен мынандай бір мысал келтіріп отырмын. Мысалға, бірнеше оқушылардың түсініктері, өздерінің сол есепті шығарарда қандай жағдайда болатынын ескерте отырып, мынандай мысал келтіріп отырмын. Мектеп асханасында шаршы пішіндес үстелге айнала әр жақтан бір-бірден 4 оқушы отыра алады. Мектеп кешені дәл осындай 4 үстелді бір қатарға қойып, ұзын үстел құрады. Енді осы сұраққа жауап беру үшін мектеп асханасы туралы болғандықтан ескерту керек. Ескерту: бір үстелге 4 оқушы отырады. Сұрақ: мектеп асханасы. Сұрақ мектеп асханасы туралы болып тұр. Осы ұзын үстелді айнала қанша оқушы отыра алады? Сұрақ. Жауабы: оқушылар осы жерде енді оқушы жауап беру керек. Қандай жауап болатынына көз жеткізу керек. Құрылымы: қысқа жауапты жауап беру мүмкін. Құзыреттілік: байланыс орнату керек. Бұл жерде байланысты орнатады оқушылар асханаменен отырған үстел және үстелдің айналасында қанша оқушы отыратындығын байланыстыру керек. Математикалық аймағы:
кеңістік пен форма. Значит, бұл жерде кеңістік пен форма деп біз асханада орнатылғандықтан ол асханада кеңістік орнатылған екен. Ол жерде қандай орындықтар, қандай үстелдер тұрғанын балалар уже пайымдай бастап, ойлана бастайды. Жағдаятта жергілікті, деңгейі төменгі. Дұрыс жауап бұл жерде код бірінші болып келеді, ол 10 оқушы. Бір үстелге 4 оқушы отырады. Ал егер де мектеп үстелді бір қатарға қойып отырса, бір қатарға, онда ол жерде 10 оқушы отыруы мүмкін. Келесі сұрақ, мысалы мектеп асханасы туралы. Мектеп асханасының еденіне өлшемі 20 көбейтілген 20 сантиметр болатын 1500 дана плитка төселген. Асхана еденінің ауданы қанша деп тұр? Жұмысыңызды көрсетіңіз деп отыр бұл жерде асхана едені. Жауабын беру керек оқушылар. Құрылымы еркін жауапты болады. Әрбір оқушы өздері әртүрлі ойда болып жауап бере алады. Құзыреттілік, елестету, математикалық аймағы, кеңістік пен форма сол, және жағдаяты жергілікті. Деңгей орташа. Бұл жерде жауабының деңгейі орташа болу керек. Дұрыс жауабы. Мысалы, бірінші 20-да 20 сантиметр атқан, 20-ны 20-ға көбейткен кезде сантиметр, бізде 4 сантиметр квадрат болады. Ал 1500 дана плитка төселген деп тұр ғой. Ал 1500 дананы көбейтеміз 400-ге. Сол кезде бізде бұл жерде 600 000 сантиметр квадрат болады. Сол 600 000 сантиметр квадратты балалар бізде былай есептеп 60 метр квадратқа келтіре алады. Және екінші кодта есептейтін болсақ, ол 20-ны 20-ға көбейткен кезде 400 сантиметр квадрат дедік. Оны енді балалар метрге айналдыру керек. Сол кезде олар сантиметр метрге айналдырғанда 0,4 метр квадрат болады. Енді бұл жерде оқушының екінші кодта жауабы 0,4-ті 1500 көбейтсек, және тағы да сол 60 метр квадрат шығады. Міне осылай жартылай дұрыс. Басқа жауабы жоқ деп, немесе жауабы жоқ деп жауап бере алады. Келесі. Дәл осы мектеп асханасы туралы әртүрлі сұрақтар туындайды. Бір мезгілде 50 оқушы тамақтану үшін асханаға осындай ұзын үстелден неше қатар үстел қою қажет? Жауабы қатарлар санын білу керек. Жауабында құрылымы қысқа жауапты болу керек. Құзыреттілік, елестету. Балалар елестете бастайды. Бір мезгілде 50 оқушы тамақтану үшін ұзын үстелден неше қатар қоямыз деген ой келіп елестете бастайды. Математикалық аймағы сол кеңістік пен форма, жағдаяты жергілікті, деңгейі төменгі. Дұрыс жауабы жерде. Енді 50 оқушы, жаңа алдында бірінші сұрақта біз айтқанбыз, үстелдерді қосып есептесек 10 оқушы дедік. Ал енді бұл жерде 50 оқушы болғандықтан бұл жерде 5 қатар болады. 10 оқушыдан отыратын болса. Міне осылай балалар әртүрлі жауаптарды 5 қатар деп жауап бере алады. Осындай бағыттағы есептерді сабақ барысында қолдану арқылы ғана біз алған математикалық білімдерін тиімді пайдалана алатын, өмірдегі кез келген жағдаятта дұрыс шешім қабылдайтын, өзінің математикалық сауатты екенін дәлелдей алатын функционалдық сауатты тұлға тәрбиелеп шығамыз. Міне осы мысалдардан кейін тағы да мынандай түсініктер болу керек. Функционал сауаттылықтың даму үрдісін пәндік білім білік дағдыдан шыға отырып, оқу пәндерінің құралдары мен ойлау дағдыларын қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады. Қалыптастыру және ойлау дағдыларын дамыту құралдары тапсырма түрінде ұсынылған сол пәндік білім білік дағдылары болып табылады. Ал ұйымдастыру формалары проблемалық жағдаяттар. Бұл кезде ойлау дағдыларын өзі білім білік дағдылардың құзыреттілікке ауысу құралы, яғни функционал сауаттылық болып табылады. Функционал сауаттылық мазмұны. Функционал сауаттылық оқу мен жазудағы сауаттылық, жаратылыстану ғылымдарының сауаттылық, математикалық сауаттылық, компьютерлік сауаттылық, отбасылық өмір мәселелерінің сауаттылығы және денсаулық мәселелерінің сауаттылығы, отбасы және заң жөнінде сауаттылық. Міне балалардың барлығы бізде осындай әрбір нені талдай білсе, сауаттылықтың мазмұндарына мән бере отырады. Бізде сауаттылық, жаратылыстану ғылыми сауаттылық, оқу сауаттылық, математикалық сауаттылық болып бөлінеді. Жаратылыстану ғылым сауаттылық, ол адамның қабілеті жаратылыстану ғылымдары, білімін тану мен сұрақтар қою, жаңа білімді меңгеру үшін жаратылыстану ғылыми құбылыстарын және жаратылыстану ғылыми мәселесімен
байланысты ғылыми дәлелді қорытындыға негізделген тұжырымдауды түсіндіру үшін игеру және пайдалану, жаратылыстанудың негізгі ерекшеліктерін адамның танымы формасы ретінде түсіну, жаратылыстану ғылымдары және технология қоғамның материалдық, интеллектуалдық және мәдени салаға ықпал ететін хабардар екенін көрсету, жаратылыстанумен байланысты проблемаларды қарастыру кезінде белсенді азаматтық ұстанымда тұру, оқу сауаттылығы, функционал сауаттылықтың базалық дағдысы. Оқу сауаттылығы адамның қабілеті жазбаша мәтіндерді түсіну және пайдалану, олар туралы ойлану және өз мақсатына жету үшін оқумен айналысу, өз білімін және мүмкіндіктерін кеңейту, әлеуметтік өмірге қатысу. Математикалық сауаттылық адамның қабілеті мен өмір сүретін әлемдегі математиканың рөлін анықтау және түсіну, жақсы негізделген математикалық ойларды айту және математиканың қазіргі және келешекте жасампаз, мүдделі және ойлайтын азаматқа тән қажеттілікті қанағаттандыратындай пайдалану. Функционал сауаттылықтың кемшілігі қалай көрінеді? Міне осы тақырыпта функционал сауаттылықтың кемшілігін көру үшін мынандай кемшіліктерді білу керек. Біз функционал сауаттылықтың бар екендігін жайлы тек оның жоқтығымен соқтысқанда ғана білеміз. Функционалды сауатсыздық адамның жағдайы, өмір сүру қалпы немесе кәсіби қызметі өзгергенде ғана көрінеді. Көп жағдайда адамның өзіне ол технологиялар және жаңа болып көрініп, онымен бетпе-бет келген кезінде анықталады. Мысалы, адам кестелерді, нұсқауларды түсіне алмайды, қандай да бір құрылғыны пайдалана алмайды. Мысалы, мобильді телефонды, банкомат және тағы басқа сол сияқты қазіргі заманауи құрылғыларды пайдаланғанда осындай кемшіліктер жіберуі мүмкін. Қандай құзыреттілік функционал сауаттылықпен байланысты? Мысалы, таңдау қабілеті және әртүрлі технологияларды пайдалану, проблеманы көре білу және оны шешу жолдарын іздеу қабілеті, өмір бойы оқу қабілеттілігі. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.